айтысу сөз емес қой ақынға түк, соғысу сөз емес қой батырға түк. Екі арқаның ақынымен қатар шықтым, жүлдеге қалған кезде жақын уақыт. Арқадан Өміржандай ағамда бар, отырған қазылардың сапында құт. Ендеше барымды сап көсілейін, өзімді жүлде жаққа жақындатып. Қысқасы өмекеңнен басқаңызды шетіңнен жіберейін патырлатып. Қазыда бүгін 4-5, төрімде бүгін 4-5 қазы болдау, ұнаған шумақтарды жазып алдау. Мен жаңа сырым маймен шыққан кезде ағайын шумағыма разы болдау. Ал қазір Нұрмұхаммедтей сіңір шығып, сахнада салатын сазы болдау. Қысқасы ет пен майды араластырып, қарсыластың өзі де қазы болдау. Арқырап шауып жүрген аламанда қалайсың Ұлытаулық қара жорға. Сен жаңа шалмын ғой деп жарып едің, айтсыңды арасында қарағанда. Ендеше кезек берем бір көсілші, дедушка из города Караганда. Шапалақ соғып отса шатырлатып, табады екен сахнада ақын бақыт. Өміржаннан басқа барлық ақындарды деп отсың ба Нұрмахан алам деп патырлатып. Байқа бала әр сөзіңе бал қоярда, қол көтеріп жібермесін патырлатып айыбе. Нұрмұханмен түсіпті жереп алғаш, мұндайда шабыт қалай келе қалмас. Шымкенттің балаларын қолдай бермей, мендей шалмен болмайсың неге жолдас. Жұматшанин атама театр берген, ол ісіңнен қай адам өнег алмас. Жұмабек қызметінен ауысып ташеніпте, келгенде қарсы алатын елең алғаш. Арқадан келіп тұрған Нұрмұхаммед соларға бола алмайды неге жалғас. Жұмат пен Жұмабекке қолдау берген, Жұмада біздерді де бөле жармасай. Нұрмахан уақытымды ұрлағандай, жұлқынадым бұл жерде жынды адамдай. Мақамыңды сәл жайлау айтпайсың ба, жырла десе жұлқынып жырлағандай. Екі сөзіңнің біреуі түсініксіз, жайт емес бұл да бірақ бұлданардай. Ватсаптан келіп тұрған аудионы 2x скороспен тыңдағандай айыбе. Мына залды жаратын атағымен, есте қалған сол ескі мақамымен. Нұрмұхаммен жүп боп қалды, сахнада сәл ұқсас сақалымен. Екеуінің қайсысы жеңет деп отсыңдар, айтыстың тайлағы сен атанымен. Атымызда айтып тұр ғой абағайын, нұрлардың маханы сен паханымен айыбе. Нұрмұхаммед сахнада жырлағандай, осынау мақамымды сынғағанбай. Мен шапсам бір арқырап шабамын ғой, кешегі мелістерім тулағандай.
Ай, былжырамай сен де тез айтсаңшы, аудионы 0,5-пен тыңдағандай. Айналар деп отырсам жанашырғам, ойыңнан құрап өлең табасың ба? Айтыстың мақаны мен пақан сен деп, бауырым түсіп отсын қара суға. Дайындаған шумақты айта бермей, байқатсай шаппа-шаптың шамасында. Нейтральный шумақты айта бермей, натуральный шумақты айт арасында. Ұлылық болғаннан соң ұл тұраным, тәрбие туралылың жүр құрадым. Осы күн зинақорлық жайла делді, батыстың орындалып бір планым. 15-те жүкті болған көріп жүрміз, қаншама зейнеппенен зухраным. Өйткені осы күнгі сұлуларды дүниенің қызықтырып жылтырағы, киетін көйлегінің кеудедегі кетіп тұр түймесінің ынтымағы. Некеден бұрын туып жатыр бұл күн қазақтың небір бір туарым. Жастар осы бастан ойланбасаң барлығын өзгертеді бір түн әлем. Ананың табанында деп айтқан ғой десе бұрын жұмақтың кілтігі әнім. Ал бүгінгі жастарым оны ойламай сучный пәтерлерге жұлқынады. Кілт іздесе табанның астын емес, табалдырықтың астына ұмтылады. Бастаса шабытымыз қауыз жара, сөйлейік тектілерім тәріздана. Кешегі бабаларым қандай еді ұрпаққа болып қалған аңыздарам. Қару менен қаламды қатар алып еңбек жазды қаншама абыз бабам. Мысалыға бір түннің тарихы деп қалдырса бауыржандай жанызгаға, Ленинградтық өренім деп жырлаған кешегі наржамбылдар нағыздана. Ал бүгін бейбіт күнде береке жоқ, айналдық жана емес жауызға да. Бажылдасып жатамыз қашан көрсең баратқан қой секілді бауыздалам. Соңғысы қырыламыз, соттасамыз дүкеннен сатып алған сағызға да. Қысқасы келер ұрпақ азық қылар, ешқандай еңбек қалмай аңыз болам. Бүгінгі қалам менен қағаздарға жазылуда арыз бен қарыз ғана. Айтат деп өлең сөзді ел дөредім, Шымкент бүгін бізге төр береді. Сондықтан біз жасайық келісті айтыс, жыр менен ел жүрегін емдегені. Кезек берсем жақсылап көсілгейсің, Нұрмұхамед айтпастан әрдеңені. Өйткені айналайын қай кезде де, кімге не қылсаңыз да дәл келеді. Атанаңа не істесең сол болады, атакаға не берсең сол келеді. Мұндай сәт мына бізге тапшы емес пе? Нұрмахан бара қойма қатты кеске, 0,5-пен былжырап отырма деп айтқаны бұл үнімнің қатты емес пе? 2x-пен ештеңе түсінбегеннен 0,5-пен тыңдаған жақсы емес пе? Кеп отыр неше түрлі кеш қонағы, сөздерім осы тұста расталады. Өткенде айтаған мен айтысыпсың, айтқан сөздеріңнің бар есте бәрі. Сенен көріп бір қап көмір жақсы депсің, олай айтсаң баған қалай 5 болады. Мәдениет ордасының баласы едің, құрметсіз қайтпайтұғын еш қонағы. Ал сен болсаң мәдениеттен жұрдайсың ғой, олай болса баған қалай 5 болады. Ағаларды құрметтеп үйренсеңші, әйтпесе еңбегің еш болады. Қадіріне жетпесең тірісіне, қабіріне барғанда кеш болады. Жан емеспін ескеккер еспейтұғын, ақын ем аға жолын кеспейтұғын. Сондықтан ағаңызға шапылдама, қалады өмір бойы өспей құның.
жыныма тие берсең Нұрмахан жан. Қатады сахнада сеспей бұның, әйтпесе білесің ғой пахандардың, махандар мен Нұрмахан не істейтінін айыбе. Жыр айтар десем Қарағандының көлемдері, Нұрмұхамед таңғалдырда өреңменім. Өткен күнгі әңгімені еске салып, бұлаған барған сайын тереңдедім. Ол рас баяғыда бір айтыста Нұрмахан дәл осылай деген бедім. Көмір шыққан сол Қарағандыдан сен де келдің, көмірін қазып алған тереңдегім. Алайда сөздеріңіз саяз боп тұр, ағасы таңғалдырып өреңменім. Қысқасы бір шелек көмір артық екен, Нұрмұхамед аға мына сенен гөрі. Жәдігердей сөз айтпай құмда қалған, мынау кім өлең сөзі су бола алған. Молпият жақсы дейсің айналайын, екі икіспен зуылдатып тыңдағаннан. Екі икіс жақсы бірақ айналайын, бұлжырап уақытыңды ұрлағаннан. Өтпестен қайғыменен нала бес күн, өтпестен қайғыменен нала бес күн, әр жақсы амалменен сауап өссін. Өнер үшін айқасып жатқаныммен, ағасы мен өзіңе жау емеспін. Жаңа айтқандай қазылар қол көтерді, бағасын беру үшін әрекестің. Алайда бірақ саған үйте алмайдым, мен тұрғанда барады оған ешкім. Өйткенімен ағасы бұл күндері баяғы сол әлжуаз бал емеспін. Қысқасы мен тұрғанда Шымкентте қол көтере алмайды саған ешкім. Танты берге сайталғам, ақтарса ақын ой толғам. Қолдау беріп ағайын, қиқулап қане айқайлан. Құтты болсын қазағым тәуелсіздік тойларың, ақтаңың атып қайталдан жапырақтарың жайқалған. Аз болмады әйтпесе тарихта қиын күніміз, салдарынан соғыстың, жауларынан орыстың, қаншам үйдің өтешіп шаттығынан айырылып шаңырақтары шайқалған. Мысалыға кешегі Әлия Мәншік аналар ерлерменен бір жүріп, етегіне сүрініп, етігімен қан кешіп, қыз болса да майданда батырлығымен байқалған. Одан кейін кешегі жауына төгіп қақардан немістердің тілімен түнгімістан атанған Хиуаз Доспан апамыз міне осы нағыз майталман. Бәрін айтта бірін айт, мәңгі болып азат күн, атың өшсін сұм соғыс. Қара қыздарың қазақтың қара қағаз қып қайтарған. Рахмет, Нұрмұхамед. Ол бір шумақ сомен қайырайық. Мен өзім айтысуға құмармын ғой, финалда Нұрмахан мен сыңармын ғой. Шаппа-шап айтсайық деп айтып алып, шаблондарды Нұрмахан шығардың ғой. Жігітсің ғой Нұрмахан, мұратың бол. Көтерет деп отырсың әрақын қол. Сөз соңында тілерім өзіңе де, ерке бұлан бегарыстай сұрапыл бол. Жоғалып кетпей, інім WhatsApp'та да ағаңа хабарласып тұратын бол. Артынан сөз еретін емесінім, артында сөзі қалар әрақым болайы. Нұрмахан болды, рахмет болды жігіттер. Осымен түйіндей қойайық. Рахмет, Нұрмахан болды. Ебеке өзіңіз айтсас сау. Ақын ба деп ойласам атағы көп, мынауың жан екен ғой шатағы көп.
Жаңа бұл өз сөзінде хабарлады Нұрмаханды айтыстың маханы деп. Ой, бірақ сен қатты кетпе айналайын. Пахандар маханды ұрып жатады деп. Ой, маханды ұрамын деп айналайын, түрменің отырмаңыз паханы боп. Рахмет. Қошеметтеп қойайық. Ал, құрметті қазылар алқасы, соңғы жұптың бағасын берейік. Нұрмахан Жақыпбек жеңді дегендеріңіз қол көтеріңіздер. Нұрмұхамед Байсүгіров жеңді дегенде 5 қазы бір ауыздан Нұрмұхамед жеңді деп бағасын берді.